Адамның жасы ұлғайған сайын көп нәрсеге көзқарасы өзгереді. Жастық шағында адам дүниенің барлық есігін ашуға, бәріне үлгеруге, бәрін білуге ұмтылады. Ал уақыт өте келе өмірдің өткіншілігін, сабыр мен даналықтың қадірін түсіне бастайды. Жастық желмен келген, кәрілік елмен келген деген сөз бар. Бұл әр жастың өз несібесі, өз сабағы бар дегенді білдіреді. Жас адам көбіне асығыс шешім қабылдайды. Жүрек пен сезімнің жетегінде кетеді. Ал жасы ұлғайған сайын адам ойланып сөйлейді. Аз сөйлеп, көп тыңдайды. Өйткені өмірдің өзі оған талай сабақ берген. Көпті көрген қарияларымыздың сабыр даналықтың басы деуі бекер емес. Сабыр еткен адам сүрінсе де қайта тұрып, әр қиындықтан сабақ алады. Ата-бабаларымыз кәріге құрмет, өнегеге құрмет деп айтқан. Өйткені кәрілік тек жастың ұлғаюы емес, өмірлік тәжірибенің жиналған ақыл мен парасаттың көрінісі. Әрбір әже мен атаның бойында бүтін бір дәуірдің тарихы, өмірдің шындығы жатыр. Олар өмірдің ащысы мен тұщысын көріп, әр нәрсенің қадірін ұққан. Мысалы, әжелеріміздің бір күндік ашуға мың күндік өкініш ермесін деген сөзі сабыр мен кешірімділіктің мәнін ұқтырады. Жас ұлғайған сайын адам материалдық емес, рухани байлыққа көбірек мән береді. Жас кезінде дүние жинауға ұмтылған адам кейін жүрек тыныштығын, балаларының амандығын, немерелерінің күлкісін бәрінен жоғары қояды. Бала адамның бауыр еті, немере жүрек еті деп ата-әжелеріміз бекер айтпаған. Себебі өмірдің соңына таяғанда ең қымбат дүние жақынының ықыласы, жылы сөзі мен қамқорлығы екенін түсінеді. Адам жасай келе кешегі күнге көбірек ой жүгіртеді. Өткенге өкініш емес, тәубе көзімен қарай біледі. Өткенге салауат, бүгінге шүкір, ертеңге үміт деп қазақ даналары өмірдің философиясын шақ сөзге сыйғызған. Бұл өмірдің әр сәтін бағалай білудің, өткенге өкпелемей, болашақтан үміт үзбеудің даналық үлгісі. Жасы ұлғайған кісілердің жүрегінде бір сабырлы тыныштық орнайды. Өйткені олар біледі, өмірде бәрі өтеді, қуанышта, қайғыда. Бастысы адамдық қадірің мен ниетіңнің тазалығы. Адамның адамдығы адалдығында деген көне өсиет әр дәуірде өз маңызын жойған емес. Ата-бабаларымыздың өмірге көз қарасы да осы парасаттан туындаған. Олар байлықты емес, бірлікті қымбат санаған. Байлық қолға ұстаған су. Бірлігің болса, ел боласың деп бір ауыз сөзбен ұлттың ұстанымын айқындап кеткен. Кәрілік өмірдің соңы емес, ең асыл кезеңі. Бұл шақта адам айналасындағы әрбір ұсақ нәрседен үлкен мағына табады. Күннің шығуы, немеренің күлкісі, бір кесе шайдың буы, бәрі өмірдің шынайы қуанышы екенін ұғады. Көпті көрген қарияларымыз бақыт байлықта емес, тыныштықта деп бекер айтпаған. Жасы ұлғайған сайын адам өзін емес, өзгелерді көбірек ойлайды. Ата көрген оқ жонар, ана көрген том пішер деген халық даналығы осы тәжірибесінің ұрпаққа сабақ болып жалғасуының көрінісі. Әр қарияның жүрегінде ұлттық тәрбиесі, ұрпақтың келешегіне деген алаң бар. Адамның жасы ұлғайған сайын көп нәрсеге көзқарасы өзгереді. Ол өмірдің мәнін жеңілдікпен, байлықтан емес, сабыр мен сүйіспеншіліктен іздейді. Ақыл тоқтатқан шағында түсінеді. Өмірдің ең үлкен байлығы тыныштық. Ең асылы отбасының амандығы, ең қадірлісі өзіңе деген ризашылық сезімі. Кәрінің сөзін тыңда, өмірдің өзін тыңдағанмен тең дейді дана қазақ. Өйткені жасы ұлғайған адам тірі өмір кітабы. Оның әр әңгімесінде сабақ, әр сөзінде салмақ бар. Сабырлы бол, уақыт бәрін орнына қояды, тек асықпа. Кешіре біл, өмір қысқа, ренішке орын қалдырма. Тыңдай біл, адамның даналығы
көп сөйлеуде емес, тыңдай білуде. Өткенге өкпелеме, ол саған сабақ болсын, жүк емес. Дүниеге байланба, байлық кетеді, абырой қалады. Жақсылық жаса, жақсылық өзіңе қайтып келетін жарық нұр. Балаңды емес, ниетіңді тәрбиеле. Тәрбие ниеттен басталады. Жаның тыныш болсын, тыныштық ең үлкен бақыт. Адамды сөкпе, әркімнің ішкі соғысын сен білмейсің. Кәріліктен ұялма, ол өмірдің ең асыл кезеңі. Рахмет айтуды ұмытпа, шүкірлік берекенің кілті. Жақындарыңмен жылы сөйлес, бір жылы сөз жанға ем. Өз өміріңді бағала, күн сайын жаңа мүмкіндік бар. Көп ренжіме, өмір өкпе емес, өріс. Күлкіден қорықпа, күлкі жүректің жастығы. Сынама, сынақ қайтады. Өмір айна сияқты, не берсең, соны қайтарады. Жақыныңды жоғалтпай тұрғанда қадірле. Кешірім кеш келсе, мағынасы жоғалады. Артыңа із қалдыр. Із сөзбен емес, іспен қалады. Өзгенің жетістігіне қуана біл. Ішің таза болса, қуаныш көбейеді. Адаммен жарыспа. Әркімнің өз жолы бар. Өзіңе адал бол. Адалдық адамның айнасы. Үндемеуді үйрен. Кейде үнсіздік ең дана жауап. Өзгені сынай берме, кемшіліксіз адам болмайды. Ата-анаңды қадірле. Олардың батасы өміріңнің берекесі. Немереңнің күлкісін есті. Бұл да өмірдің рақаты. Болмашыға уайымдама. Уайым жүректі қартайтады. Жалғанмен күреспе, шындығыңмен өмір сүр. Жақсы адамдарды ұмытпа. Олар өмірдің ең шынайы сыйы. Көп сөйлемей, көп ойлан. Ой тереңдеген сайын жүрек тынышталады. Тәубе ет. Тәубесі бар адам өмірдің мәнін түсінген адам. Жас ұлғайған адам өткенге өкпелемейді. Тек өмірдің мәнін ұғынады. Уақыт ең әділ ұстаз. Тек оны тыңдай білсең болғаны. Кәрілік шаршау емес, сананың тазара бастауы. Өмірді түсіну үшін жастықтың да, қателіктің де керегі бар. Бақыт көп нәрседе емес, барға разы болуда. Жылдар өткен сайын сөз емес, үнсіздік салмақтырақ болады. Көпті көрген қария тарихтың тірі кітабы. Жас кезінде батыр болған адам қартайғанда ақылмен жеңеді. Өмірдің ең үлкен сабағы бәрі өткінші екенін түсіну. Қартайған адамның көзімен қарасаң, өмірдің ұсақ нәрсесі де қымбат. Дүние адамға емес, адам дүниеге тәуелді болғанда тыныштық кетеді. Кәріліктің қадірі жастықтың қадірін түсінгенде білінеді. Жасы ұлғайған адам көп сөйлеп емес, көп кешіріп, даналыққа жетеді. Өткен өмірге өкінішпен емес, ризашылықпен қарау рухтың кемелдігі. Уақыттың сыйы ақыл, оның бағасы сабыр. Кәрі адамның жүзі өмірдің картасы, әр әжімнің артында бір тағдыр бар. Қанша жыл өтсе де, мейірімнің жасы болмайды. Кәрілік өмірдің күзгі тыныштығы, ал ақыл оның алтын жапырағы. Адамның жасы ұлғайған сайын жүрегі емес, сөзі салмақтанады. Уақыт бәрін алады, бірақ рухың мықты болса, өзіңді сақтайсың. Жасың ұлғайғанда емес, жүрегің тынышталғанда дана боласың. Кәріліктен қорықпа, рухың жас қалсын. Өмірден не алдың емес, не қалдырғаның маңызды. Қартайғанда көп сөйлеген емес, көп шүкір еткен адам қадірлі. Жаның тыныш болса, жасыңның өтуі де тәтті. Қарияның батасы ұрпақтың шамы, оны сөндірме. Өткен өміріңді түзете алмайсың, бірақ болашағыңды тазалауға үлгересің. Кәрілік тағдырдың жазасы емес, еңбегінің жемісі. Жылдар өткен сайын өмірдің күресі емес, бейбіт сәттері қымбат болады. Жасың ұлғайғанда досың сабыр, серігің шүкір болсын. Жаның таза болса, жылдар да сені шаршата алмайды. Қарияның әр сөзі бір өмірдің қорытындысы.
Кешірім бере алған адам кәрілікті жеңген адам. Кәрілік сен тоқтаған кезең емес, ұрпағың жалғаған өмірдің жалғасы. Өткенді айтып мұңайма, айтып ұлағат қалдыр. Бақыт жастықтың сыйы емес, жүректің тыныштығы. Кәрі адам елдің есі, ұрпақтың өнегесі. Өмірден өткен сайын даналықтың дауысы күшейеді, тек тыңдай біл. Қартайғанда тән әлсірейді, бірақ рухыңды әлсіретпе. Жасың өмірдің сағаты емес, жүрегінің жарығы болсын. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.